Барлықтарыңызға сәлем, менің сүйікті тыңдармандарым. Егер сіздерге мың бір түн шығармасын айтым болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Себебі әр күн сайын мың бір түннің жаңа хикаяларын тыңдай аласыздар. Уәзірдің екі баласы. Мысырда бір патшаның ақылды уәзірі болыпты, деді Жақпар. Оның екі баласы болушы еді. Үлкенінің аты Шәмшиддин, кішісінің аты Нуриддин. Күндердің күнінде уәзір өліп, патша оның екі баласында шақырып алып, уәзір етті. Бұларды патша өте тәуір көретін. Егер аң аулап шықса, бірін қасына тастамаушы еді. Бір күні патша саятқа шықпақшы болып, Шәмшиддинді ертіп кетпек болды. Інісі мен ағасы кешке үйінде отырып, сапарға шығатынын, үйдегі жұмыста әңгіме қылысты. Шарап ішіп, қызулы әңгімелер айтылды. Әңгіменің аяғы әзілге айналып, ағасы інісіне: осыдан келгесін екеуміз бір күнде үйленейік. Егер сол әйелдеріміз бір күнде жүкті болып, бір күнде туса, сенің әйелің қыз, менің әйелім ұл туса, сенің қызыңа мен құда түсемін. Ал сонда сен қызыңа қанша қалың мал сұрар едің, деді. Әрине ол сұлу қыз, сондықтан 3000 алтын, 3 жемісті гүлді бақша, 3 әдемі сырлы сарай бер дер едім. Екеуміздің әкеміз бір, уәзірлік дәрежеміз де бірдей. Менің қатыным ұл тапса, оның дәрежесі қыздан ұлы. Әке өлсе, мирас ұлына қалады. Сондықтан сен қызыңды тегін бересің, деді ағасы. Қыздан ұлдың несі артық? Сен үйтіп ұлыңды артық бағалайтын болсаң, 7 бақша сұрайым, деді Нуриддин. Онда қызыңды бергің келмейтін шығар. Оныңды ашып айт, болмаса дұрыстап қалың малыңды сұра. Сұрағаным сол, айтқанымды алам. Сен әліңді білмей әлекке түскелі жүр екенсің. Тіпті сені уәзір қылып, қатарға қосып отырған мен емес пе? Егер бүйтіп көкей берсең, қызыңды баламның есігін сыпыратын қызмет жеткізем. Мына сапарға шығам деп, қолым тимей қалып отыр. Болмаса сені уәзірліктен түсіріп, ат қосшы қылып алар едім, деді ағасы. Екеуі сөздің аяғын ұрыспен тарқатты. Ертеңінде ағасы сапарға кетіп, інісі үйінде қалды. Ол ойланды. Мынаның сөзі қалай? Қатынсыз қарадай жүріп мұншалық ірілік етеді. Мен соның саясында жүріп адам болған сияқтымын. Менің қызымды соншалық төмен санап, ұлына қызметші қылам деп отыр. Түбі мені кемсіткені шығар бұл. Олай болса мен Шәмшиддинсіз ақ күн көрейін, деді. Атын ерттеп, қоржынға алтын күмісін салып, кең даланы бет алып, тартып отырды. Жолай Бидис қаласына келіп, атын тынықтырып, өзіне тамақ алып, Құддыс қаласына барды. Онда біраз жүріп, ағасының айтқаны ойына тағы түсті. Бұл жерде оған жақындық қылатындай көрінді. Онан шығып, Қалап қаласында бірнеше күн болып, Басырға барып, керуен сарайына түсіп, атын байлады. Өзі қоржынын алып ішке кірді. Басырдың уәзірі керуен сарайының шайханасында отыр еді. Атқа көзі түсіп, сарайшыдан кімнің аты екенін сұрады. Сарайшы 14 жасар бір бала жаңа келіп түсті. Түрі жай кісі емес сияқты. Тегі патша, уәзірдің біреуінің баласы болар. Бірақ кім екенін сұрағаным жоқ, деді. Уәзір баланың жанына келді. Екеуі амандасып, әужайын сұрасты. Бала Мысырдан келе жатқанын, ағасына өкпелегенін, енді қайтып онда бармайтынын айтты. Уәзір: балам, жас екенсің. Бұлай қаңғырып жүре берсең, кездейсоқ жаман уақиғаға тап болуың мүмкін. Сен қаңғырма. Мен осы қаланың патшасының уәзірі болам. Жасым біразға келді. Ол балам жоқ. Өзіңдей жас бір қызым бар. Жақсы кісінің бәрі де сұрап жүр. Бірақ лайық адам таппадым. Мен сол қызымды саған берейін, сен маған бала бол, деді. Балам мұны қабыл көрді. Уәзір оны үйіне ертіп, сарайдан алып кетті. Уәзір ордадағы мемлекет қызметіне араласқан барлық кісілерді шақырып, мынау өзімнің бір туысымның баласы еді. Әкесі Мысырда уәзір болатын, ер жетіп үйіме келіп отыр. Енді мына қызымды соған қосып, балам етіп алмақ ойым бар. Өзім қартайдым, орныма да осы ие болады, деді. Отырған ұлықтар басы патша болып қабыл қылды. Ішіп жеп тойға келгендер тарқасты. Жастар өлең айтып, күй тартты. Балаға күйеу баланың киімін кигізіп,
отауға кіргізді. Уәзір баланың маңдайынан сүйді, бала атасының қолын сүйді. Әңгіме осыған жетіп, Шахризада ұйқыға кетті. 21 түн. Ей ұлы бақытты патшам, уәзір балаға төсегіңе жат балам, ертең патшаға алып барам деп өз бөлмесіне кетті. Ағасы Шәмшидің сапардан қайтты. Үйіне келсе інісі үштігейлі жоғалып кеткен. Қайда кеткенін ешкім білмейді. Ойлап келіп, кететін күнгі ойын сөздің аяғы ұрыспен тарқағаны, оған ауыр-ауыр сөз айтқаны есіне түсті. Өкінді, қайғырды. Амалы қанша? Өкпелеген інісі кетіп қалды. Келіп патшаға баяндады. Патша жан-жаққа шапқыншы жіберіп, жар шақыртып, дерек таба алмады. Ағасы қатты қайғырды. Шәмшиден бірнеше күндер өткен соң бір саудагердің қызына үйленді. Бұл күн Нұридиннің уәзірдің қызына қосылған күні еді. Бір күнде үйленген жігіттің әйелдері бір күнде жүкті болды, бір күнде босанды. Бірақ айтқандары түгел дәл келмей, Шәмшидиннің қатыны қыз тапты, Нұридиннің қатыны ұл тапты. Оның атын Хасан Бадриин қойды. Нұридиннің атасы қартайды. Ол патшаға Нұридинді ертіп барып, «Тақсыр, мен қартайдым. Бел бүгіліп, көзді кіреуге басты. Мына баламды қасың ал, мені босат» деді. Патша қабыл көрді. Нұридин уәзір болды. Оның қызметі патшаға өте қатты ұнады. Күні түні патшаның жанында отырды. Мал деген ұшы қиыры жоқ жиылды. Кеме болып малы шетке шықты. Моншақтай тізіліп керуен түйемен шөлді жүрді. Жер су, бау-бақшаның есебіне кісі жетпестей болып көбейді. Жиені Хасан Бадриин 4-ке келгенде шал дүниеден қайтты. Нұридин елді жиып ас берді. Молда жиып Құран оқытты. Көрген кісі таңырқағандай басына күмбез салдырды. Хасан Бадриин 7 жасында оқуға берді. Ол зерек бала болды. Аз жылда сол қаладағы оқылып жүрген ғылымды тауысты. Күннен күнге жақсы қылығы, тәрбиелі мінезі, бой түзеуі жұртқа ұнай түсті. Ол айта қалғандай сұлу еді. Бір күні Нұридин ертіп патшаға келді. Патша баланың сымбатына риза болып, күнде ордаға келіп жүруін тілек етті. Хасан Бадриин 14 жасқа келгенде Нұридин ауру болды. Күннен күнге нашарлап, бір күні баласын алдырып шақырып, өсиет айтты. «Балам, мен бұл қалаға басқа елден келген кісі едім. Мен олай-бұлай бола қалсам, кейінгі күнің не боларына көзім жетпейді. Көздің құрты дүние, қыруар мал жидым. Мен өлген соң жәрдем ететін жақының жоқ. Жас бала деп сені күнде өте мүмкін. Ондай күн бола қалса, баратын жерің Мысырда қалған менің ағам, сенің әкең Шәмшидин болмақ. Бала күнімізде жоқ сөзге ерегісіп, өкпелеп шығып кетіп едім. Мен сөйлейін, сен түгел жазып ал» деп бастан өткенін сөйледі. Баласы жазды. Әкесі оқып шығып баласының қолына берді. «Осы хатты сақтап қой. Күндердің күнінде керек болар. Үйге қоймай өз бойыңда сақта. Бара қалсаң, Шәмшидин деген әкең Мысырдың уәзірі болады» деді. Біраз күннен кейін әкесі өлді. Әкесін көміп, ас беріп Құран шығартам деп жүріп, көп күн патшаның алдына бармады. Оған уәзірлер қызғаныштықпен патшаға шағым түсірді. «Сіз Нұридинді артық көріп, бағалап келдіңіз. Ол соны пайдаланып, қазынаны шашып өзіне қанша мал жиды. Енді баласы сізді кісі дегісі келмей, әкесі өлгелі алдыңызға да бір рет келген жоқ» деді. Оған патшаның қаһары келіп, өзін ұстап қамап, мал-мүлкін қазынаға салуға үкім етті. Ордадағы естіген бір жақын адамы Хасан Бадриинге жеткізді. Оны естіген соң, көктен қаржы ала алмай, бала қашып қаланың сыртына шықты. Онда әкесінің қабірі бар еді. Сонда кіріп, Құран оқып отырғанда бір саудагер еврей келді де, «Әкеңнің кемемен жіберген саудагері қайтып келіп еді. Әкелген малым мен алайын деп едім. Егер мақұл көрсең, 1000 алтын берейін, қазір қағаз жазып бер» деді. Қысылшаң уақытты пайдаланғысы келген саудагер мен өзі қашып жүрген балаға саудаласып жатудың қажеті болмады. Берген алтынын алып, кемені сатты. Өзі сол молада отырып ұйықтап кетті.
Ол мола біраз жынның түнеп жататын ойнағы еді. Сол жерге өткен кеткен жын түспей кетпейтін. Бір мұсылман жын келіп, ұйықтап жатқан баланы көрді. Оның сұлулығына таңырқап жүріп кетті. Келе жатып Мысырдан қайтқан диюға кездесті. О, қайдан келесің? Мысырдан. Сен қайдан келесің? Басырадан. Не көрдің? Сен не көрдің? Мен бір молада ұйықтап жатқан сұлу бала көрдім. Сұлу болғанда оған адам баласы жетпес. Ей, сен де сандала береді екенсің. Мен Мысырдан Шәмшидин деген уәзірдің қызын көрдім. Сұлулық одан өтпейді. Одан менің көрген балам сұлу. Сұлу мен көрген қыздан еш уақытта өтпейді, өтірік айтасың. Олай болса, деді мұсылман жын, ұйықтап жатқан баланы көтеріп Мысырға апарайық. Қызға қатар қойып көрсек, қайсы сұлу екенін айтатын боламыз, деді. Бірақ, деді дию, мен көрген қызды сұлу болғандықтан патша қатындыққа сұрапты. Оған әкесі тақсыр болмайды. Өйткені менің Басырада бір інім бар. Оның бір баласы бар деп естігем. Басында өкпелетіп жіберген едім. Енді сол балаға атастырып қойып, баламды берсем деймін деген. Оған патша, сен маған бергін келмей сылтауратасың. Олай болса сенің қызыңды ат бағатын құлыма берем деп қаһар еткен. Баса көктеп той қылдырып, басы таз, көзі соқыр, аяғы ақсақ, қолы шолақ бір құлына берейін деп жатыр. Мана күн батарда соның тойында біраз болдым. Патша бұйырған соң амалы қанша, уәзірдің үйі құлды еріксіз құрметтеп, моншаға түсіріп, жан-жағына жеңгетайлар шығып, қыз құлдың кейпін көріп, бұлан таланы шығып, жылап жатқан, деді. Осыған жетіп Шахризада тағы бір түнді бітірді. 22-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам, дию қыздың жайын баяндады. Қыздың еріксіз құлға тигел жатқанын айтты. Жын мен дию зырлап ұшып, Басырадағы молаға келді. Бала әлі ұйықтап жатыр екен. Екеуі бала мен қыздың сұлулығына біраз таласты. Көрмеген қызыңды жігіттен сұлу дегенге мен көне алмаймын. Сымбатты дегені осыдан өтіп, ешқайда кете алмайды. Егер ерегісе берсең, ұйықтаған бойымен Мысырға апарайық. Қызға қатар қойып көрсек, кімнің сұлу екені ашылады да қалады. Екінші, бұлардың сұлулығының бірінен бір аспайтыны, бұлар туысқан кісілер. Дұрысы екеуі қосылуы керек еді. Бірақ бүйірден патшаның қаһарлы пәрмені киіп кетіп, ат бағатын бүкір құлға тигелі отыр. Кел екеуін қосайық. Жын мен дию апаруды дұрыс деп тапты. Баланы көтеріп желдей есіп, жұлдыздай ағып отырып, Мысырға келді. Жерге қойып, баланы оятты. Оянған бала жан-жағына қараса тұрған жері әкесінің моласы емес, қайнап жатқан қала, сапырылысып жатқан адам екен. Бұл түсінбе деп көп тұрып қалды. Сезді, түсі емес. Шошынып кеткен бала айқайлап жылағысы келді. Оған дию, үндеме. Сені мен көтеріп алып келдім. Саған неше түрлі қызық көрсетеміз. Тек айтқанымызды істей бер, деді. Баланың қолына бір шам ұстатып, осыны ал да моншаға бар. Сонда біраз қатын-қыздар шомылып жатыр. Солардың арасында тұрып, бірге қайт. Олар бір той қылып жатқан үйге келеді. Сен күйеудің сол жағында тұр. Өйткені оның сол көзі соқыр, сені байқамайды. Егер қатын-қыздар бірі кейін тұр десе, қорықпа, қалтаңа қолыңды сал да, алтынды уыстап бере бер деп. Қалтасына толтырып алтын салды. Бала оны естіп біраз ойланып тұрды. Қолына шамды алып, моншаға келді. Қыз қатын күйеуді атқа мінгізіп, қастерлеп алып барады екен. Хасан Бәдірейін де соларға қосылып кете берді. Жолай келе жатып, қатындар бөтен жігітті қалдырып кетейік дегенде қылып еді, уыстап алтын бере берді. Баланың сұлулығына таңырқасты да қатындар. Той қылған үйдің есігіне келгенде қақпашы кісілер баланы жібермеді. Есік алдында тұрып қалған баланы көріп, алтын ақша алған әйелдер, жібер жас баланы. Ол кімнің отына ойран салар дейсің? Егер оны жібермесең, біз де кірмейміз деп шолап қоя берді. Амалсыз қақпашы жіберді. Есіктен кірген күйеуді іштегілер қарсы алды. Ол елдің заңы бойынша күйеуден басқа ер кісі онда кірмеуі керек еді. Сарайға кірген екі еркекке әйелдер таңырқасты.
мұның екеуі де күйеу екенін, не біреуі күйеу қыздың жанына жатқанша қасында ерген жолдасы екенін айыра алмады. Әйтеуір басы аманға бәрі қызық, той болып думан жүріп жатқан сарайдың ішінде де жете тексерген кісі болған жоқ. Еріксіз қасқырға байлаған лақтай болған қызына ата-анасы жабырқап, құлға қосылатын қызға не қызғаныш қалды. Кім де болса кіре берсін деп ойлады. Қызға көңілі жақын жеңгелері баланың бетіне қарап, «Құдай-ай, әп-әдемі бал екен. Құдай жарылқап, күйеуі осы болғай» десті. Қызды әке-шешесінің үйіне шығарып, әлпештеп, әтір сеуіп, күйеуге лайықтаған үйге әкелді. Құл күйеу қожалақ қолын қолбыратып, еліктің лағындай сұлу қызға сүліктей сумаңдатқысы келді. Қыз бетін жиырып, жиренгендей балаға жақындады. Қатындар сылқ-сылқ күліп, беттерін басты. Бала күліп тұрған қатындарға тағы да бір уыс алтынды шашып жіберді. Теріп алып жатқан қатындар, «Дегеніңе жет қарағым, сүйгенің несіп болсын» десті. Бұйрықпен күйеу атын алған құл байғұс іші жек көрсе де, батырып еш нәрсе айта алмады. Алтын шашып жүрген баланың кім екенін ол да түсіне алмады. Ел тарқап, үйді-үйіне кетті. Жігіттің үйінің алдында екі күйеу мен қыз қалды. Әлі қылқиып қасында тұрған балаға, «Мырза, мені көтеріп шашу шашқаныңа рахмет, енді ұйқыңда келген шығар, қайтуыңа рұқсат» деді құл күйеу. Үйден шыға берген балаға дию келіп, «Мына есіктің қалтарысында тұра қал, құл есіктен шықса қайта үйге кір де қыздың қасына жата бер. Қыз сұраса, патшаның бұйырған күйеуі мен құлды күйеу деп сені сынағалы айтқан. Мына құл менің қызметшім де» деп айтты. Дию мен бала сөйлесіп тұрғанда құл шығып дәретханаға барды. Дию тышқан болып дәретхананың бір тесігінен зып беріп кірді де, ішке кірді де итке айналды. Құл қорқып дауыс шығарғысы келіп еді, есекке айналды. Бұл дүниенің құры сұлу қыз саған тең деп ойладың ба? Ол менің ғашық болып жүрген сұлуым. Саған өзіге толып жатқан жетсір қатындар жетпей ме деді. Құл жапырақтай қалтырап қорықты. Іш киімі шешілген бойымен аяғының басына түсіп, тілі күрмелді. Дию жанын қоймады. «Сөйле, неге келдің бұл сарайға? Айналайын тақсыр-ай, мені зорлап жіберген патша емес пе? Егер сіз сияқты есектің сүйгені болса, маңына жуырма едім» деп жылады. Дию басын дәретхананың тесігіне тықты да, «Күн шыққанша орныңнан қозғалма. Өлтірем әйтпесе» деді. Құл Құдай аруақтың атын қоймай ант етіп қозғалмасқа уәде берді. Дию жоқ болды. Бала шымылдыққа кірген соң дүние дәметкен бір кемпір есіктен кіріп, «Құл да болсаң, Құдай желіңді оңынан тұрғызған жан екенсің. Жатар төсегің жайлы болсын, қосағыңмен қосағар балам» деді. Оған да қалтасында қалған алтынның бірлі жарымын ұстатты. Қыз алғашқы тиген қолды жібектей есіліп тұрса да, құлдыкі екен деген оймен қағып жіберді. «Сіз» деді бала. Сыбызғының дауысындай ширатылған дауыспен. «Судай тасып көктің айын құшқандай болған көңілімді су сепкендей баспақсыз ба?» деді. Қыз бұрылып бетіне қараса, күнімен көңілін құрт болып жеп жүрген жас бала екен. Не дерін білмеді ол. «Жаным, жердің перісі, не көктен түскен періштемсің? Менің бүгін қосылатыным патшаның атын бағатын құл емес пе еді?» деді. «Жоқ» деді бала. «Сенің күйеуің мен. Ол құл менің атқосшым. Оны мазақ қылу үшін патша қызды сен аласың деген. Бұл заманда құл деген мазақ үшін жаратылған пенде емес пе?» деді. «Жатайық жаным» деді. Екеуі ұйқыға кетті. Таң атып ел тұратын уақыт болды. Дию жынға сыбырлап, жасты жасқа қосып, сауабын алдық. Ертең патшаға хабар тиіп, тексере бастаса, барлық істің күмәні де ашылады. Баланы дараға тартып, обалына біз қаламыз. Оған ұрындырмас үшін баланы көтеріп апарып, ұйқысын бұзбай, әкесінің моласына тасталық» деді. Жын дұрыс көріп, жалаңаш баланы көтеріп алды да ұшты. Тамшы қаласының үстіне барғанда жайдың оғы ағып келіп, Диюдың мойнын жұлып кетті. Жалғыз жын баланы көтеріп жүре алмай, бір есіктің алдына әкеліп тастады да өзі бетімен тартып отырды. Ертемен тұрған ел көшеде жалғыз көйлекпен ұйықтап жатқан баланы көріп, бақытты мырзалардың біреуі түнімен наша беріп, сірестірген бала ғой десті көшенің аузы жеңіл жігіттері.
ішіп қылжиып қалған соң тонап кеткен десті біреулер. Басына жиылып жапырлаған дауыспен көзін ашты Хасан Бәдірин. Қызды іздеп жан-жағына қарады. Үйде жоқ, сарайда жоқ. Түнде көрген сан көрініске ешбір ұқсасы жоқ, көшеде жатыр. Жиналып тұрған елге қарап, мені неге қамап тұрсыңдар деді. Тұрмай қайтейік. Ұрып кеткен кісідей көшеде жалаңаш жатырсың. Кәне, жайыңды түсіндір деді жиналып тұрғандар. Мен де білмей тұрмын деді Хасан Бәдірин. Түнде Мысырда бір үйде ұйықтаған едім. Бәсе, осылай өспесе басқа осы жерде жатар ма еді деді. Жоқ, шын айтам. Кеше түс кезінде Басрада едім. Кешке Мысырда болдым. Енді осында қайдан келгенімді білмей тұрғаным деді. Тағы да қайталап Хасан Бәдірин. Тұрған кісілер мынаны мықтап ұрып кеткен біреу екен. Қой, бейшараны әурелемейік. Диуана болғанын кәріп тағы деді күлісіп. Кеше Египет уәзірінің қызының қойнында жатыр едім деді жалаңаш жігіт. Түсіңде көрген боларсың, байғұс. Қой әурелеме десіп, ел тарап жұмыстарына кетті. Хасан Бәдірин көшені аралап жүре бастап еді. Көшенің барлық баласы жиналып, қолдарын шапалақтап, қиқу салып, артынан шұбырды. Жүріп отырып бір асхананың есігіне келді. Оның иесі қаланың кісілер сескенетін белгілі палуан аспазшы дейтін адам еді. Хасан Бәдірин соған келген соң, шұбырып жүргендер тарқап кетті. Аспаздың балаға рахымы түсіп, балам, қайдан келесің деді. Хасан Бәдірин басынан өткенін түгел сөйледі. Аспаз, бұған түсіну қиын екен балам. Менен басқаға айтып әуре болмай-ақ қой. Өзің маған бала бол. Мен де баладан кенде болып жүрген кісі едім деді. Хасан Бәдірин қабыл алып, аспаз түрлі жаңа киім әкеліп киіндіріп бала қылды. Оны қазыға қаттатып, заңды баласы етіп алды да, ел аспаздың баласы деп атайтын болды. Уәзірдің қызы Хаттал Хусни таң атқан соң оянды. Жанында жатқан жігіт жоқ. Дәретханаға кеткен болар деп ойлады. Қайтып келуін күтіп төсекте жата берді. Қызын құлға беріп түні бойы толғанумен шыққан уәзір бағына қара тігілген сорлы қызым. Ақырысында дені сау, жай кісіге де қосыла алмай, патшаның қаһарлы бұйрығына тап келіп, 12 мүшесін сау жері жоқ, кәрі құлға тап келді-ау. Оның түні бойы көрген азабын ешік, барып хәлін білейін. Тіпті көргелі хәлі ауыр болса, көзге күйік қылғанша өлтірейін деп, қызының отауына келді. Қызының шымылдығын аша алмай, есік алдында тұрып, айқайлап шақырды. Қызының беті гүл-гүл жайнап, сыртқа шығып әкесіне амандасты. Көңілінде түкте қаяу жоқ сияқты. Уәзір ойлады. Бұл қызым деді ызаланып. Мен құса болып өліп қалғалы отырған шығар десем, қуанышы қойнына сыймай тұр ғой деп. Қызын тағы сынағалы, әлгі кәрі сасық күйеуің қайда балам деді. Қызы жымиып күліп, мені осы алдағандарыңыз да жетер. Енді көп күле берсеңдер, күйеуімнің көңіліне келіп қалмасын әке деді. Балам, қорғап тұрғаның әлгі сасық кәрі құлма деді ашу кернеп. Жоқ әке, кәрі құлыңды қайдам? Менің ауызға үріп алғандай жас күйеуім бар. Япырай балам деді уәзір ыза кернеп. Бір түн бірге жатқанға құл осынша сұлу көрінсе, енді болмаса еркектен өлген екенсің. Қызы сасқалақтап, әке, күйеуім құл емес, өзіммен түйдей құрдас атақты кісінің баласы. Егер көргің келсе, дәретханада жүрген болар. Уәзір айран асыр болып, дәретханаға келсе, Бәдірепке басын тығып, ыштаны аяғына түсіп, құныс құлтыр. Япырай, осы сол ма? Неғып тұрсың деп еді, ол үн шығармады. Уәзір бұл тұрған деу болар деп ойлады. Әңгіме осыған жетіп, Шахризада тыныс алды.